Қайырлы күн барлықтарыңызға, ассалаумағалейкум. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отырамыз. Сонымен кеттік. Бүгін Қызылорда облысы Шиелі ауданына қарасты Жеті-әулие қорымындамыз. Жеті-әулие қорымы деп аталынады, себебі бұл жерде жеті-әулие кісілер жерленген болмаса, халық аузында Оқшата қорымы деп те аталынады. Бұл жерде жеті-әулие Оқшата, яғни Асанғайға, Исабыз баба, Қышата, Ғайып ата, Досбол би және Бала би сияқты қазақ халқының жайсаңдары жерленген. Бұл қорым негізінде ерте заманда оғыздар уақытында пантеонға айналдырған болатын. Оғыз заманының билеушілері осы жерде жерленген болатын. Соның бірі Оқшата, яғни өзінің аты Көгентіп, кейбір жерде де Ибрахим шайх деп те айтады. Яғни ол кісі 11 ғасырда өмір сүріп 1043 жылы қайтыс болған. Сондықтан сол алғашқы болып жерленіп, кейіннен бұл жерге оғыздар заманының жайсаңдары одан кейін барып шығыс қыпшақтардың өкілдері, билеуші өкілдері жерленген болатын. Қазір менің артымда тұрған бұл Асанғайғы Сәбитұлының кесенесі болатын. Асанғайғы өзі 14 ғасырда ғұмыр кешкен, 14-15 ғасырларда ғұмыр кешкен. Кейбір деректерде Алтын Орда дейді. Қазақтың данышпан ақылгөй жырауы, өз дәуірінің абызы, бас биі болған Шоқан Айхановтың айтуы бойынша қазақ халқының қамын, болашағын ойлаған дала философы, осындай ел қамын ойлаған азаматты халқын ойлап қайғырып жүргендіктен Асанғайға атап кеткен екен дейді. Асанғайғының әкесі Сәбит өте ұзақ ғұмыр кешкен кісі дейді. 18.000 ғаламнан құстың, жан-жануардың тілін білетін өзі көріпкел, әулие, атақты саятшы болса керек. Ал ол баласы Асанды да ес білген кезінен бастап осындай қасиеттерге баулып өсірген дейді. Сондай өнегел ұлағатты тәрбие көрген Асанғайғы жас кезінен ақ ел басқарған сұлтандарға, хан билермен үзеңгілес болып, ақыл қосып, ой пікір жарыстырып, тайталас жүргізген дейді. Бұл енді Асанғайғыны қазіргі қазақтың алғашқы хандарының бірі, сол кездегі Әз Жәнібектің замандасы ретінде де қарастырады. Мысалы, Атырау облысы Индер ауданы Жайық өзенінің жағасында Асан түнеген көл деген аталатын көл болған. Ел аузында аңыз бойынша Асанғайғы жұртын бастап көшкен кезде Таскешумен Жайықтың арғы бетіне өтіп, осы шағын көлдің жағасына түнеген екен. Көктемде Жайық су тасыған кезде су жиналған, жаз кезінде тартылып көп қала беретін болған. Көл Қарасу деп те аталынып кеткен болған. Асанғайғы қойға қошқар салмай, жылқыға айғыр салмай, бура шөгермей, сиырды бұқасыз сақтап, малды 3 жылға дейін ту қылып ауған екен. Мұнысын көшкен елге жаңағы төл аяқ байлау болмасын дегені. Сол ауып бара жатқан кезінде Әз Жәнібек хан кездесіп қалады ғой. Бұрын Әз Жәнібек хан 3 рет той жасап Асанғайғыны шақырған екен, бір Асанғайғы бармаған екен дейді. Сонда ауып бара жатқан кезде кездесіп қалған Асанғайғыға Әз Жәнібек тұрып айтады ғой, бұрын бір хан болыпты дейді ғой. Ханның қасында бір қараша кедей қоңсып отырған екен дейді. Көрші отырған ғой енді. Ханның малының сүмесінен қозы қарынбай мен бір қап құрт алған екен. Күздің күні, күздеу қонар мезгілде жаңағы кедей байғұс ханның бәйбішесі ханымды шақырып алып, осы құрт пен майдан алдын тарттырып кетейік, дәм ауыз тигізейік. Сонда бізге қалғаны жұғым болар. Ханымға таттырып кеткен істің артында берекесі болмас деп ырымдап, жаңағы ханның әйелін қанша үйіне шақырса да, жаңағы кедей байғұсты менсінбеген, оны өзіне тең көрмеген, оның үйіне кіруді намыс көрген әлгі ханның әйелі әне барамын, міне барамын деген түрлі сылтау айтады, ақыры бармайды ғой. Құрт майдан ханымға дәм татқызбай кетпейміз деген әлгі байғұстар да ханымды сарғайып күтіп көп уақытқа дейін көшпей отырып қалады. Сол күндердің бір күнде дейді, ханның әйелі ханым келе жатқан кезде ханның кісі алатын бурасы оны тұра қуады. Сонда ханым сасқанынан баратын жер таппай әлгі кедейлердің үйіне келеді, қойып кетеді, сүңгіп кетеді. Сонда әлгі шал байғұс тұрып айтқан екен дейді. Шақырса келмес ханымды бура қуып келтірді. Қалжың-бұлжың еткізбей тура қуып келтірді. Бастай көр қатын құртыңды, сала көр қатын майыңды деп айтқан екен. Сол айтқандай 3 рет тойыма шақырдым ғой, келмедің, ақыры қадырсыз аяқсыз келдің ау Асаным деген екен Жәнібек хан Асанғайға. Сонда Асанғайға тұрып, рас айтасың Әз Жәнібегім, ойың ұрғашы қауғар екен ғой сенің. Өз бойымдағы аға тісіңе ие бола алмаған жан едің. Сондықтан айтып отырсың. Сен өзің неге той қылдың? Білесің бе?
Бірінші рет той қылдың Қарақалпақтың қызы Қарашаш сұлуды алдым деп. Екінші рет той қылдың жайық судың бойынан дауыл өтпесе жан өтпейтін үй салдырдым деп. Оған несін келейін деп дейді да ары қарай Асан қайғы жырлай жөнелген екен. Ой Жәнібек хан, айтпасам білмейсің. Жайылып жатқан халқың бар. Аймағын көздеп көрмейсің. Қымыз ішіп қызарып, мастанып қызып терлейсің. Өзіңнен басқа хан жоқтай өзеуреп неге сөйлейсің? Қорған салдың бейнет қып, қызметшің жатыр ішіп жеп. Он сан ноғай бүлінді, мұны неге білмейсің? Қатын алдың қарадан, айырылдың хандық жорадан. Ел ұстайтын ұл таппас, айырылар ата мұрадан. Мұны неге білмейсің? Құладың құстың құлы еді, тышқан жеп жүні төледі. Аққу құстың төресі, ен жайлап көлде жүреді. Аңдысып жүрген көп дұшпан еліңе жау боп келеді. Қолың кеп сені өлтірер, мұны Асан біледі. Оны неге білмейсің? Осыны көрдім түсімде, біл десе де білмейсің. Ей Жәнібек, ойлайсың, қилы-қилын заман болмай ма? Суда жүрген Ақшортан қарағай басын шалмай ма? Мұны неге білмейсің? Айтқан тілді алмайсың, енді мені көрмейсің деп Асан қайғы жөніне кете берген екен. Енді бұл Асан қайғының жырлары өте көп, айта берсек таусылмайды. Қазір мен сіздерге Асан қайғының мавзолейін көрсететін боламын. Өміркең ой аңсап туып ой асық өскен ау дүниеге адам қонақ шіркін-ай түнеп көш ер туып ол ел қорғаған-ай ата бабаң бұл күнден ай ізау жатыр дүние-ай тозаң